Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Мынау құрметті Альфард сүйер қауым, астарыңа Альфардты мініп алдым екен, самолет құсап ұшады екем демей, сәл кішкене машинаның да өзінің ырғағына қарап жүрсеңдерші. Альфард айдайтын жігіттерге айтайшы, құлақтарыңа құйып алыңдаршы. Бір әкелерің заводтан өздері қолынан жасап шығарып бергенде, 1000% сендерге гарантиямен шығарып бергенде айдайсыңдар ғой Альфардты. Қайда асығып атсыңдар? Ажалдарың ама? Өздеріңнің бір ажалдарың деп, өздеріңнің бір ақшаларың деп, қаншама адамның сорына тышып тастап атсыңдар. Біреудің үйінде кішкене баласы бар, біреудің үйінде анасы бар, әкесі бар, өмірлік жары бар, соған қарап отқанда, күні қарап отырған. Қайда асығасыңдар, соншама самолет құсатып басасыңдар. Бір өздерің жасап шығарғандайсыңдар ғой, бір техника ғой, ол техника. Өмірден тойдыңдар ма? Өмір қызық емес па? Жалғыз өздерің мініңдерді қалағандарыңша бастаңдаршы. 7-8 адам отырады өзіңнен басқа. 7-8 адамның өміріне тышып тастап аттыңдар, білесіңдер ма? Кешегі мынау интернет желісінде, тикток әлемінде шулатып жатыр ғой, көріп жатсыздар фурамен соғысқан Альфардты. Қанша адам өмірін жалмап кетті? Өлесіңдер ма ақша деп? Бір жарты сағат, бір сағат кеш барсаң не болып қалады екен? Бір сағат ертерек барсаңдар миллионер болып кетіп жатсыңдар ма? Алла сақтасын, жай жүрсеңдер, жай. Қай жерге қарама авария болып атқан, ДТП болып атқан Альфард, тек қана Альфард. Әкелеріңнің құны қалды ма сонша басатындай? Альфард десе кәдімгідей жүрегіміз зуылдап тұратын болды ғой, біз бір жаққа барып мінетін болсақ жүрегіміз зуылдап тұратын болды Альфард десе. Жай айдашы айналайын.